Осы жігіттер байқайсыңдар ма? Біздің ауылда барлығы еркек, вообще қыз жоқ. Соны айтамын, вообще қыз жоқ десейміз оны. Қуасыңдар ма? Қыз жоқ болғанда ауылда жүрсіңдер ғой, ауылда біз ғана және Ринат қой. Сонда да енді бір қыз керек қой бәрібір. Қызбен жүргіміз келеді біздің де. Оны көресіңдер енді жігіттермен, өзім қалада қызым бар. Мал, айтпайсың ба сен қызым бар деп? Сен қызың жоқ екен деп, мен де қызбен жүріп жүрген жоқ му? Сені қызымен жүргенді сен мен айтпайтын шығармын. Сонда да сен мен досым деп жүріп қой. Қума сен. Одан жігіттер бір ауыздан қалаға көшіп кетейік та қызбен жүруге. Айтпай сені ауылда вообще қыз жоқ. Жігіттер негізі маған бәрібір ше, қыз не бәріміз біз Майнкрафтта жоқ қой, ауылға бұлашын. Дұрыс айтасыңдар. Может осы Ринат қайтып көреміз? Ринаттың да қыз жоқ қой. Қайдам Ринатта қыз жоқ болса білмеймін. Көрейік онда. Ят емес па Ринат қайту? Бәрібір ғой. Жарайды. Аттарым, сендер бүгін берген шөптерімді жеп қойғансыңдар ма не? Йо-майо. Қарындарың аш қамады ма? Жөндарым жолы. Өзі бүгін осы шаруашылықты, мал шаруашылығын бастағаныма екінші күн аттарым қашып кетпеңдер аха. Есігі дұрыстап құлтаулы тұрмай, мен енді бір забор істесем, наның ішінде бір мебельдер салсам вообще зор болар еді. Так, пока что бір СССР-дің кезіндегі нәрселер болып тұр ше. Бағана ұйықтай алмай қойғансың ғой. Жарайды. Бүгін видео түсіру керек екен маған. Хей, балықтарыңа сәлем достар. Сіздермен бірге бұл мен Ринат KZ. Жотам, қалайсыңдар достар? Менің жаңа қорама қош келіп жатсыздар достар. Нағараңдар. Мен бүгін жаңадан қора салдым достар. Мен мал шаруашылығымен айналсам деп отырмын. Енді мұнаяқа бір забор қойсам болды. Ауылға бір қатты алыс қып салған жоқпын енді. Анаяқта достар жетелдердің жиналысы болып жатыр екен біздерде. Кетік барып қайтайық. Наяқта қорада жетелдер жайлап жұқалап не істеп жатыр, жарайды, өздері білсінші. Өзіміз ғой бәрібір кім ұрлайды дейсің. Чотам, жетелдер қалайсыңдар, не болып жатыр, не тема болып жатыр? Ринат, саған бір нәрсе айтайын демек? Айтпай қойсай. Түсінбедім, не айтсаңдаршы енді? Ринат, осы сенде қыз бар ма? Менде ма? Енді ауылда жоқ, қалада бар ғой. Айтым ғой Ринатта қалада қызы бар деп жігіттер сендерге. Қалада болғанда жігіттер түсінбедім, не тема болып жатыр, соны айтыңдаршы маған. Короче, Ринат, ауылда вообще қыз жоқ, іш пысты. Біз қызбен сөйлесіп, бақытты өмір сүріп үйренгіміз келеді, түсінесің бе? Сендерге кім қой деп жатыр? Сөйлеспейсіңдер қаздармен, не істеп жүрсіңдер? Енді сол ауылдан кетейін деп жатырық бәріміз. Жетелдер қуасыңдар ма? Ауылдан кеткеніңіз? Сендер кетсеңдер, мұны ауыл қаңырақ болады, бұш болады, итаки бұшыстық болып жатыр ауыл. Енді Ринат, білмеймін сен, ауылға қыз жетелдер ақ білесің ба? Мен білмеймін ше, бір білесің, қыз айсен. Бір нәрсесін қыл дегенде. Жарайды, жетелдер, сіздердің өтініштеріңіз қабылданды, желден ажырамауларыңызды сұраймын. Жақсы. Мен мал шаруашым, грядканы жинамайсыңдар ма жетелдер? Не болған сендерге сендер? Қыз деп өлесіңдер бір күні. Грядканы жинап қойсаңдар, қана сәбіздерің өсіп кетті ғой. Грядкаларың ертең солып қалса немен күн көресіңдер? Түсіндер ма? Жинап қойыңдар, мен үйме кеттім. Бұлардың проблемасы сол болып жатыр екен ғой, достар. Достар, короче, менің ауылымда жетелдердің барлығы біздің ауылда қыз жоқ, анау. Содан жетел қыз алып келші деп жатыр ауылға. Жетел Майнкрафтта жалпы жетел қыздар бар ма? Менің ойымша достар, жетел қыздар жоқ ше. Бұлардың да түсінем, бұлардың да жасы келіп қалды, бұларға да үйлену керек, бала шағалы болу керек. Бірақ мен бұлардың барлығына бұларға өтірік айта салдым. Менде вообще қыз жоқ негізі достар ше. Жарайды, енді сонда да қызым бар деп айта салдым, сәл абырой болып қалды негізі. Ринатта қыз бар, мыналарда жоқ деген ше. Жарайды енді. Достар, менің басыма бір керемет ой келіп тұр, бірақ оларды бұларға істеймін ба, істемеймін ба білмеймін. Жарайды, мен көрейін. Қазір достар, сіздер негізі осы видеоның темасынан түсініп тұрған боларсыздар. Мен қазір не істейін деп жатқанымды, мен қазір барып жетелдерге барып келейін, сосын көре жатармыз достар. Жетелдер, короче, кеш батып баратыр, мен такси заказ беріп қойдым. Мен қалаға кетіп баратырмын қызыма.
адамның ішін ашытасың ғой өйстіп Ринат. Солай менің қызым табан астында қалаға барып свидание барып келейік дейді ғой сонымен. Жарайды Ринат, жолың болсын. Сендер кеш батып баратыр, если что қайтыңдар үйлеріңе тезірек. Бұлар әңгіме айтса тұра береді ше, ё-май, осыларға таңғалам, әңгімелер бітпейді. Даттаво темаға қыз ойлап кеткен ғой бұлар достар, ё-май. Біз өте қалаға кетіп қалған сияқты болды. Бітті, мына жерге ешкім келмейді деген ойдамын достар. Енді дәл қазір мен қыздың скиніне айналып достар, бұларды енді пранк жасауға дайынмын. Я достар, пранк жасамалы достар, 1 жылдан асып кетті. Бүгін менің сол 1 жылдан кейінгі алғашқы пранкым болатын секілді. Ал достар, дайынсыздар ма? Менің қыз скинімді саңып қалған шығарсыздар. Біреу білет, біреу білмейді. 1, 2, 3. Так. Ой, жоғай, бұл емес қой. Ай, Ринат ата? Достар, мен қыздың скинін істеп атсам, Ринат атаның скинін тауып алғансың ғой достар, қараңыздар. Ё-май. Достар, байқайтындай, менің скинімде достар бір көз жоқ. Ал Ринат атада 2 көз жоқ па? Бір нәрсе, мұның үстінде көз бар ма, жоқ па? Жоқ сияқты. Жарайды достар, бұл нечайна ойылып кетті. Ал достар, мен өзімнің қыз скиніме достар ауысқан болатын, қараңыздар. Мен мына боттың көшірмесін жасап алдым. Енді қараңыздар достар, бүгін біздер біздің ауылдағы жителдердің қалай қызға слабы екенін достар көретін боламыз. Сондықтан арнама жазылып, смело лайктарыңызды басып отырыңыздар. Біз енді қазір біздерде достар таң атсын, сосын бастайтын боламыз. Ал мен шығып баратырмын. Қазір ең бірінші мен олардың талпа көзіне көрінбей, мен бірінші бір жетелдің қасынан өтуім керек. Няқтан қазір маған бір жетелді достар тихаря барып так. Анау көрді мені. Кетіп қалайын. Яқта бір қыз жүрді ғой? Мен қазір бұларды жігіттерге айту керек. Жігіттер, біздің ауылда қыз жүріп кеткен. Қуасы ма, қандай қыз? Мен сендерге айтып тұрмын ғой, қыз кәдімгі. Қумақшы, қаяқты қызы. Мен өз көзіммен көрдім, сенбейсіңдер ма? Кәдімгі қаяқты ол. Білмеймін, аяқтан жүрді ғой деуір. Менің ойымша ол жетел аналарға айтып барды. Өсек қып атыр оналары. Анаған айтып бар, сенбей тұр ау деймін достар, қараңдар. Ана екеу әңгімені ұрып тұр. Короче, қазір енді баратын боламыз достар. Жарайды енді. Мен білмеймін олар не айтқанын, бірақ сонда да бір барып қайтқанымыз дұрыс. Не болды? Мен сізді түсінбедім. Не болды сізге? Жоқ, ебалай бермей айтсаңызшы, не болды? Сіздің есіңіз дұрыс емес ау деймін, жарайды. Біздің ауылда қыз бар ма не? Привет! Привет! Мен осы ауылға жаңадан келіп едім. Ауылмен таныстырып жібересіз ба? Сіздер не болды? Түсінбедім, жарайды. Кешіріңіз, мен кете берейін. Достар, айтпақшы, біздің ауылдағы жетелердің ешқайсы достар жігіт сіздердің барлықтарыңызға не болды? Мені бірінші көріп тұрсыздар ма не? Май достар, татауыналар өмірінде қыз көрмеген ба қалай? Жарайды, не істей берейін. Ой, сәлеметсіздер ме, жігіттер? Жігіттер, не болды сіздерге? Жігіттер, мына ауыл кімнің ауылы? Мен шатасып кіріп кеттім ойым ауылға. Қарнас. Бұл менің ауылым, бұл ауылда мен атаман. Сіз ба? Күшті. Өтірік айтады ол, мен атаман. Күшті, бәріңіз атаман сияқтысыздар ғой, жарайды. Қарнас, атыңыз кім болды сіздің? Менің атым ба? Менің атым Гүлжапырақ. Қандай? Гүлжапырақ. Гүлжапырақ, есіміңіз әдем екен, бір жерде естіп тұрмын. Точно әдем ба бұла, есімі бір түрлі ғой. Сіз менің есімімді бір түрлі деп тұрсыз ба? Жарайды, мен кете берейін онда. Тоқта. Қарнас ойнап отыр. Ой, керемет. Ой. Жарайды, жігіттер. Мен қарным ашты. Маған бір нәрсе әкеліп бересіздер ма?
О, болды, қарындас. Қазір ғана мен куитсама кіре беріңіз. Мен сізге барлығын әкеп беремін, аға. Жарайды, күтемін. Қаяққа? Мына дәуеге оң жағымыздағы. Жарайды. Көрейік енді. Енді шыттай отырып алайық енді. Бұл неғып біледі екенін көреміз. Жігіттер, қойыңдаршы, мен өзім апарамын дедім ғой, кеттер. Қой, так. Ой, артымнан. Біз де барайықты. Жігіттер, қойсаңдаршы, мен өзім сәбізді өзім апарамын дедім ғой. Кірмеңдер, түсіңдер ма? Кірмеңдер, кет деймін. Кет, кірмеңдер. Балдар, қойсаңдаршы. Гүлжапырақ қарындас, мен сізге сәбіз алып келдім бүгін. Ой, рахмет. Как приятно. Берсейден сәбізіңді. Мында сәбіз. Ой, рахмет, балдар. Жігіттер, енді менің қалай айтсам болады, менде тұратын жер жоқ. Сондықтан маған бір нормальный жататын жер тауып берсеңіздер дұрыс болар еді. Ой, тауып береміз, қатырамыз барлығын. Ана жақта оранжевый бізде Ринат деген бір чорт бар. Соның үйі болып жатасыз. Ой, мен ауылдың атамалымын ғой. Мен бұл жақтан мен сөзім жаман жүреді. Ой, Ринатты өзім-ақ көндірем. Той, қандай мықтысыз. Маған осындай жігіттер ұнайды. Ой, бля. Жарайды онда, маған көрсетесіз ба? Жүріңіз. Кәні. Ой, неқта сіздер мотыгаларыңыз түсіп қапты. Майон арты. Анау алдыңыздағы оранжевый мен көрсетеміз қазір. Жарайды, жетелдер. Анау оранжевый ма? Ринат чорт деді ғой, достар. Ана жетелдің түрін жаттап алыңыздар қазір. Мен қазір бұлардың бычтан. Жарайды. Жігіттер осы үй ма? Көкшті ғой, кімнің үйін ау? Бұл ма? Бұл негізі менің үймен просто Ринат деген өзі ауылға келгеннен соған бере салдым, подарок еттім. Так өзім андай бір қарапайым адаммын ғой, бір кузницада тұрып жатырмын өзім. Неткен күшті адамсыз. Бірақ маған тура сіз сияқты жігіт болса ғой. Тура мен сияқты болғанда менің өзім болмай ма, қарындас? Жоқ, бола береді. Енді сізбен қатты танысып, сәл үйікті. Жарайды, мен бүгін бос емеспін, давайте. Қарындас, охранник керек емес па сізге? Кетіңдерші бар. Үй тауып бер, үйіме кірмеңдер менің. Жарайды. Ана жетелдерден әрең құтылғансың ғой, достар. Ана жетелдерің мені сатып кеттім. Бір қыз үшін мені сатып кеттім, бір қызық адамдар екені. Әрең кетіргесі ғой үйдің алдына, өзімнің үйімне өзім тығып, менің үйімде қойды ана жетелің. Мен көрсетем оларға. Жарайды достар, енді мен бұларды көндірдім. Енді мен қаладан келгендей болайын оларға. Достар, мен қаладан келе жатырмын. Және де мен бір машина сатып алдым. Өтірік машина сатып алдым. Бірақ достар, бұл машина менікі. Менікі достар, ойнап айтам, жарайды, арендаға алдым достар. Осы видео үшін достар, мен барып менен арендаға машина бердім достарына, Феррариді. Жарайды достар, енді қазір мен өзімнің машинамен бара жатырмын. Енді олар олар алдыда тұр ғой, істеп тұр мыналар. Сәл неға кіргізіп қойын, жарайды. Жүдеген қақ көртейік. Шықтық. Машина марқа кетіп бартқан ес. Болды ма? Жетелдер, неғып тұрсыңдар? Ринат, қаяқтан келдің сен? Мен ба? Мен қаладан келдім. Қарасаңдаршы мен машинамды. Жіктер, не ма? Жолды ашындаршы, мен өтіп кетейін. Ринат, саған бір нәрсе айтуымыз керек еді негізі. Тыңдап тұрмын, машинам құттықтау, көрімдік берем десеңдер, пожалуйста, көрімдікті бере беріңдер. Бірақ мен үй жағыма барсам бола ма деген ғой, машинам мен өзімнің. Ринат, бүгін негізі біздер қыз әкелмек, қыз болғанда ауылға бір қыз, несек кетті, жоғалып біздің ауыл таумапты да ше. Сосын ол үйді сенің үйге жібердік, менің үйіме қыз жіберіңдер ма сендер? Сендер қуасыңдар ма? Менің нәскиім, түсілерім шашылып жатыр еді ғой, қуасыңдар ма сендер? Мен оны білмей қалдым. Өзіңе таза жүрмейсің ба? Үйіңнің ішін шашпай. Ят болды ғой. Жарайды онда жетелілері. Жарайды, кете берейін ба?
кетке ринат отышқа қалаға бара тұршы болмаса менің үйімде жатшы. ой қой мен мынандай машина алып алып сенің үйінде жатпайтын шығармын. Сенің сасық көзің соңда. Жарайды енді ана қызға көрінбей ақ қояйын. Сындырып алып жүрермін тағы Ферраримен. Өз жайлап өздерің танысып үйде беріңдер. Жарайды мен кеттім жігіттер, жетелдер. Саттылгау мен кеттім қалаға. Мына машина айдап үйрену керек еді. Жарайды. Мен кете берейін мен достар, мен кете берейін. Вурн дейсің да достар, машина қойғызайық былай қарай. Достар, енді қазір қызық болады достар. Жетелдерді, Катя жетелдер не деп жатыр екен? Йо-майо. жігіттер ана қызға таласып жатырық та біз ше негізі. Бірақ жаңа Ринат машина сатып алыпты. И тем более Ринат кәдімгі коттедж Ринаттың үйі. Ана қыз Ринатты жақсы көріп қалмасын, не істейміз? Білмеймін, көрейік та, таласып жүрген жоқпын негізі, ала беріңдерші болмаса. Ала беріңдер болғанда бізге қарамайтын сияқты олыңыз. Көресіңдер да енді өзі. Ема, мынау кімнің машинасы жетелдер? Бұл Ринаттың машинасы. Ема, Ринат деген сіз ба? Иә, мен, чё там, не болды? Ема, мені жігітім боласыз ба? Тоқта, біз ше? Біз азаннан бері сенің көңілін табу үшін жүгіріп жүріп қой сен сонда. Мына машина Ринатты таңдайын деп отырсың ба? Тұр, жігіттер сендер ең түрлерге қарасыңдар, сендер ұротсыңдар ғой, не мұрындарын немене білемін ұзын. Ринаттың машинасы бар дегенде ғой? Йо-майо, мынадағы қызбен сөйлеспеймін мен. Мен де сөйлеспеймін. Жігіттер қуасыңдар ма? Беше, мен сендер қыздарында емеспін ғой. Мен бүгіннен бастап Ринаттың қызымын. Йо-майо. Ринат айуан екенсің бе саған бетке дейін. Болды, жетелдер, тынышталамыз. Бұл мен Ринат, жетелдер. Қалық, сен кімсің? Сен кімсің дегеніз? Ринатпын. Мынау кім? Бұл менің клоным әшейін, өтірік Ринат қой. Жетелдер, сендер просто қызға қандай екесіңдер, слабый екесіңдер, соны тексерейін деген ғой. Сол тексердім енді. Бар Ринат, сен қуасың ба? Йо-майо, біз ят болды ғой, видео түсіріп жүрген жоқсың ба? Видео түсіріп жүрмін, чё там? Бар. Айтпақшы сендер неғып бағана қызды көргенде еба деп атсыздар, қуасыңдар ма? Қызды көргенде өйтіп істеуге болмайды. Ұят болады, түсіндіңдер ма? Жарайды, сәлем достар. Мына пранк болмады бірақ. Мына машина мен сатып алған жоқпын, ойнап айтамын, жетелдер, бұл аренданың машинасы, әшейін ертең қайтарып беремін қалаға барып. Достар, бүгінгі видео ұнаса лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Жетелдер болды, қайтыңдар үйлеріңе. Апарып тастау керек, жарайды, ертең апара саламын. Достар, бүгінгі видеоны сол лайктарыңызды басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бұл мен Ринат, достар. Давайте.